Маған V-образный форма керек емес деп айтып көрші, ойнау керек. Барлықтарың V-образный форманы шығарғыларың келеді. V-образный форманы шығаратын бізде бұл в основном арқа бұлшықеттері. Ал ең қолжетімді жаттығу бізде үй жағдайында болсын, залда болсын, бұл әрине турник. Бұл жердегі важный момент бізде широчайший мышца, фронтальный плоскостьта қолымызды жоғарыдан төмен әкелгенде, яғни осы жерден қол осылай әкелгенде жұмыс істейді. Екінші момент, обратный хватпен қолымызды сгибать еткен кезде бізде широчайший максимально жұмыс істейді. Мен енді обратный хватпен емес, бүгін широкий хватпен істейтін боламын. Ехала. Белде 32 килограмм. Бұл шет өзу үшін прогрессия нагрузка керек, яғни дополнительный вес. Кеттік. Жаттығудағы басты принцип бұл прогрессия нагрузка. Егер прогрессия нагрузка болмаса, бізде бұл шет өспейді. Егер тек қана турник плечамен дәл осындай дене шығарғыларыңыз келсе, комментарийге плюс қалдыру арқылы сабақты тегін көріңіздер.